Таңертең жұмысқа асығып бара жатыр едім. Алдымда көршім Лидия Борисовна шығып сәлем берді, мен басымды изедім. Сосын ол: «Леночка келді», деді. Қалай жақсы ма екен, дедім орысшалап. «Иә, демалысқа келді, осында бір аптадай болады», деді мәз болып. Айтарға сөз таппай хорошо дей бердім. Ұлымды балабақшаға апарып, жұмысқа келгенде көз алдыма осыдан 8 жыл бұрынғы орыс келіншек Ленаны елестеттім. Осыдан 8 жыл бұрын пәтерді ипотекамен әрең алған кезім еді. Ескі қала, ескі адам екенін ескермей, әйтеуір өз баспанамыз бар деп қатты қуандық. Бірде осы пәтер шаруасымен түнгі сағат 2 шамасында үйге жаяу барам деп шештім, бірақ үйім өте алыс еді. Қалтамдағы аз ақшаны аяған болуым керек. Жол бойында көшедегі маскүнемдер ұшырасады, жарқыраған шамдардан алыс жүрмеуге тырыстым. Сосын өтуім керек болған жер асты өткеліне кірмей, көшені кесіп өтпек болдым. Кенет сол жақтан біртүрлі дыбыстар естідім. Не аңырсыды, не айғайлайды, әйтеуір түсініксіз айғайлар. Жағдайды білу үшін не болып жатқанын көруді шештім. Баспалдақтан үнсіз түсіп қарадым. Жер асты өткелінің күңгірт шамының астында ер адам әйелді аймалап, оның белдемшесін, көкірекшесін шеуге тырысып жатыр. Айқайламау үшін әйелдің аузын қолымен жауып әуре. Зорламақ екенін түсіндім. Жыртылған колготки, жартылай тартылған юбка, жыртылған көкірекше, бұлқынып жылаған әйелді көрдім. Жүрегім тарсылдап, жер асты өткелінен қайта шығып жоғары көтерілдім. Айналада тыныштық, тіпті маскүнемдер де көрінбейді. Мен естерімді білмедім, еркекке шамам жетейді-ау, полиция шақыр, олар бәрі біткенде келеді. Мен бойым 165 сым, салмағым 60 кг жуық, спорттан алыс жігіт едім. Тасыз деп ағаштың жанындағы қалың бұтақ таптым, ұзындығы шамамен 70 сантиметр, өзі қалың, оны ала саламен болды. Қазір ұйықтатам деп жер асты өткеліне қарай жүгірдім. Төмен түсіп бұрышқа қарасам, бақыра айқайлаған әйелдің үстінде киімі жартылып труси мен жыртық колгот киған қалыпты. Аяғымды тарсылдатпауға тырысып тұра сонда қарай жылдам жүрдім. Зорлаушы еркек әйелмен алысып ештеңеге назар аудармады. Қатты жақындағанымда әйел көршім Лена екен. Таңданғаннан біраз абдырап тұрып, еркектің басынан ағашпен салып қалдым, ұзыннан түсті. Қолымнан ағаш түсіп кетті. Лена болса далақтап сыртқа қарай қашты. Мен оның жерде жатқан сөмкесін алып, артынан жүгірдім. Ол маған жеткізер емес, соңынан қуып жетіп, оны тыныштандырмақ болдым. Сасқалақтап көлігі бар, барлық достарыма қоңырау шала бастадым. Мен бір кездері ұрысып араласпай кеткен ескі досыма қоңырау шалдым. Ол 20 минуттан кейін жетіп келді. Полицей мен жедел жәрдем шақырайын деп едім. Лена ешкімге айтпашы деді. Біз көлікке мініп үйге келдік. Лена көлік ішінде тынышталып бір нүктеге қарап отырды. Содан кейін бір аптадан соң жексенбі күні оның жағдайын сұрадым. Мен оның аулада жүргенін терезеден бірнеше рет көрдім. Ол әдеттегідей жұмысқа немесе дүкенге бара жататын. Мені көрсе күліп амандасатын, кішкене қылмыңсып тұратын, бәрін тамаша түсіндім. Алайда көршісіне қиянат жасамайтын қасқыр мінезім оған мүлде құлай қоймайтын. Көп ұзамай күйеуімен ажырасып, ұлын алып Ресейге кетіпті. Күйеуі ішіп бомж боп кетті. Зорламақ болған күйеуінің досы екен. Олар көптен көңілдес болған дейді. Ол пәтерді мамасына қалдырды. Содан бері ол үйде Лидия Борисовна тұрады. Лена Ресейде жүріп мамасына хабарласқан сай мені сұрап қояды екен. Әйелім жоқ кезде жолыға қалса қызым сені сұрап жатыр деп Лидия Борисовнаның өзі айтатын. Содан бері 8 жыл өтті. Ертесі Ленаның өзін көрдім. Бұрынғыдай талшыбықтай емес, дене бітімі толықсып, жүрісі мама қаздай былқысыл етіп, алды арты дірілдей қозғалады. Жасы 38-ге келсе де мүсіні тартымды, нағыз махаббат ойынының патшайымындай әрбір еркек осына түсіруді армандайтын қас сұлуға айналған сары әйел болыпты. Бір-бірімізбен сыпайы амандасып, сіз біз дестік. Лена маған қарап сызыла, бүгін мамам үйде болмайды, келсейші өткен күндерді еске алып шай ішейік деді. Мен басымды изедім. Үйде отырып кеш болып қараңғы түскенде әйеліме сылтау айтып, үйден шығып көрші подъезден Ленаның пәтерінің нөмірін тердім. Подъезд есігі ашылып асығыс баса пәтеріне жеттім.
Есікті ашқан Лена мені ішке кіргізе сала шай жоқ мойныма асылып құшақтарымыз айқасты. Менде оның мойнын ақырын абайлап сүйіп, иығынан сүйіп, сәл төмен қарай сырғып, ақ тамақ астынан ыстық дем бере тыныс алғанда ол да терең күрсінді. Қолдарымды ақырын белден төмен сырғытып, кең бөксені армансыз сипағанда ол рахаттана ыңырсыды. Мен оны қатты қыса құшақтап тұрып қайта босаттым. Қолымды көлемді емшектеріне сүңгітіп қысып жібергенде дірілден шайқалып, оның тыныс алуы жиілеп, көздері дірілдеп, еріндері ашылып ыңырсып кетті. Мені төсекке шақырып, астыма жатуды бар болмысымен қалайтынын айтты. Төсекке келгенде төс тартқышының бауын ақтып, алмасының қызғылт бүршігіне ауыз салдым. Бар құштарлығымен сүйіп, аймалағанда Лена төсекке жатып сезімге беріле мені толық қабылдауға дайын болды. Ол маған мейіріммен көзіме тіке қарап, «Трахай мені» деп айтты. Мен күшті сезіммен, тәтті құмарлықпен оның жамбастарын сипалап, астыңғы іш киімін сыпыра шешіп, екі әрпіне мүшемді суғару үшін енгіздім. Баяу тербете бастадым. Лена тербетуіме көп өтпей жылдамдықты артырғанымда ләззаттан жан даусы шықты. Астымда жатып серпедей бұлқынып, бар қылығын көрсете толық беріле түсіп, сәлден соң сол жағына қисая, қатты ыңқылдап дірілдей беріп, денесі құрса қатып қалды. Ленаның ләззат шыңында шарықтап жатқанын көрсемде, тербетуімді тоқтатпай жалғастырдым. Өз-өзіне қайта келген ол, күлімдеп жымия, рахаттана көзін жұмды. Шашымды сипалап құлағыма орысшалап тоқтамашы деді. Мен қозғалысты қаттырақ, жылдам жалғастырдым. Денемде ләззат кернеуі сезілді. Мен ләззатты ұзартуды қалап аусайық үстіне шықшы дедім. Ол күліп, келесі жолы мен бірінші кездесуде шықпайым, өзің жасай бер деді. Мен қаттырақ соққылағанда оның бүкіл денесі бірге қозала берді. Құмарлық сезімдеріміз соншалықты күшті болды. Екі сайман бір-бірін қажып жіберердей қатты қарқынмен кірісіп, бірге шексіз ләззат шыңына жеттік. Оның қасында жатып, қандай сезімдесің деп сұрадым. Ол орысшалап қуаныш, бақыт, махаббат деп жауап берді. Сосын тұрып жуыну бөлмесіне кезек-кезек бардық. Сосын төсекте қатар жатып қайта кірістік. Қолым кеудесін қысып, саусақтарым алма ұштарын ауыртқанша қысып, еріннен құмарлана сүйіп, мүшемді қайта енгізіп, үйренген әдетпен жалғастырдым. Қатты қозғалып, әп-сәтте пора-пора терге малшындым. Лена астымда жатып, орамалмен басымнан аққан терімді сүртіп жатты. Сосын оны теріс қарата тізеге отырғызып, екі құйрыққа кезек-кезек шапалақ тартып, қарагерімді сүңгіте шаптым, қатты қозғадым. Рахат. Бұл жолы да қатынасымыз құмарлыққа, ынтығуға толы болды. Ол әр соққыға рахаттана ыңқылдап жауап берді. Арпалыс ұзаққа созылып, әрең аяқталды. Екеуміз махаббаттан шаршап, қажып бір-бірімізге үздіге қарап қатар жаттық, жүрегіміз інсіктікке толды. Қасымда қалшы деді. Мен басымды шайқап, бала-шағам ұйықтамай күтіп отыр дедім. Ол жарайды, тағы да кездесеміз, келісі бейсенбі Ресейге кетем деді. Мен үйге қайттым. Әйел, бала-шағам тегіс ұйықтап жатыр екен. Бұл кездесу тағы 2 ретке жалғасты. Лена Ресейге кеткен соң орыс кемпірлер арасында екеуміз жайлы өсек тарай бастады. Ал Лидия Борисовна жоққан сайын мені күйеу баласын көргендей қуанады.